Арманның Лев Николаевич Толстойдың арифметика кітабындағы есепті қандай тәсілдермен шығарғанына қара. Бір қожайында 23 қой бар, ал екіншісінде одан 7 қой артық. Екеуінде барлығы қанша қой бар? Бірінші тәсіл. 23 қосылған 7 тең 30 қой. Екінші қожайында осынша қой бар. 23 қосылған 30 тең 53 қой. Екі қожайында барлығы осынша қой бар. Де екі қожайында осынша қой болған. Екінші тәсіл. 23 қосылған 23 тең 46 қой. Егер бірінші қожайында қанша қой бар болса, екіншісінде де сонша қой болса, екеуінде бірге осынша қой болар еді. 46 қосылған 7 тең 53 қой. Шын мәнінде екі қожайында осынша қой болған. Үшінші тәсіл. 23 көбейтілген 2 тең 46 қой. Егер бірінші қожайында қанша қой бар болса, екіншісінде де сонша қой болатын болса, екеуінде бірге осынша қой болар еді. 46 қосылған 7 тең 53 қой. Шын мәнінде екі қожайында осынша қой болған.